Алматы полиция департаменті интернет алаяқтарын түрін әшкереледі. Көріп алыңыздар, осы азаматтар сіздерге видеозвонок арқылы хабарласатын болса, біліңіздер, бұлар алаяқтар. Бұлар сізге түрлі банк қызметкерлері, банктың қауіпсіздік қызметі, полиция, прокуратура, КМБ, бізде қандай күшті құрылымдар бар, барлығының атынан сөйлеуі мүмкін. Арттарында тұрған бұл біздің президенттің суретіне алданып қалмаңыздар. Әрине олардың формасы біздің полиция, прокуратураның формасынан өзгеше, өзіндік бір спецификасы бар, басқа форманы киіп алған. Ол былай айтқан кезде қарапайым көзге көрініп тұр. Мынау соқырға таяқ ұстатқандай көрініп тұр дегеніміз артық айтсақ кем болмас. Сондықтан да осындай видеозвоноктар түссе, осы алаяқтардың түрін біліп алыңыздар, бұларға алданбаңыздар. Олар сіздерді тез арада кредитіңізді жабу үшін, болмаса сіздің шотыңызда күмәнді операцияларды тоқтату үшін сізге арнайы бір қауіпсіз шотқа ақша аударуды сұрауы мүмкін, SMS кодтарын теріңіз деп айтуы мүмкін. Сондықтан да осындай алаяқтарға алданып қалмаңыздар. Полиция түрін көрсетті. Бұлармен күрес құзырлы орган тарапынан да біздің алаяқ.нет жобасының арасында да жүріп жатыр қарқынды түрде. Полиция білесіздер, жақында ғана Украина мен Чехияда осыған қатысы бар бірнеше тұлғаны ұстады. Сондықтан да күрес жүріп жатыр, бірақ та жауапкершілік әрине алдану, алданбау өздеріңізде. Сондықтан да сақ болыңыздар.